Қазақстан кезінде Назарбаев аңсаған 50 елдің қатарына кірген екен. Осы 50 елге кіру үшін бізге 34 жыл керек болған. Дәл осындай ақпарат әлеуметтік желіде шарлап жүр. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Халықаралық валюта қоры әлемдік экономикаға қатысты 2025 жылдың қазан айында есеп жариялады. Сол есепте Қазақстан экономикасы 2026 жылы 319,7 миллиард долларға жетеді деп болжанған. Ал бұл деректі пайдаланған Visual Capitalist сайты өздігінше рейтинг жасап, ол жерге Қазақстанды 20-ші орынға жайғастырған. Ақпарат тек болжам ретінде жасалған, ал бұл туралы жазған сайттар мен парақшалар кликбейт тақырып қойған үшін бұл ақпарат манипуляция. Толығырақ айтатын болса, 2025 жылдың қазан айында Халықаралық валюта қоры әлемдегі экономикалық өзгерістерге қатысты әлемдік экономикалық перспективалар атты есебін жариялады. Ал есеп бойынша әлемдік экономикалық өсім 2024 жылы 3,3%-тен, 2025 жылы 3,2%-тен, ал 2026 жылы 3,1%-ке дейін төмендейді деп болжаған. Бұл ретте экономикасы дамыған елдерде өсім шамамен 1,5%-ке өссе, ал нарығы қалыптасып келе жатқан және дамушы елдерде бұл 4% деп болжанған. Бұл тұста Халықаралық валюта қоры рейтинг жасамаған, тек ағымдағы бағаларға сай жалпы ішкі өнімнің өзгерістеріне қатысты болжам ұсынған айта кеткен жөн. Болжам көрсеткіштері бойынша Қазақстанның 2026 жылғы ағымдағы бағаларға сай жалпы ішкі өнімі 319,77 миллиард доллар болатыны айтылады. Сол үшін де болжамды тұжырымдама ретінде қарауға болмайтынын айтамыз. Ұлттық статистика бюросының дерегіне сай 2024 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 291 миллиард доллар болған. Ал премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің айтуынша 2025 жылдың соңына дейін Қазақстан жалпы ішкі өнімі 300 миллиард доллардан асыруды жоспарлап отыр. Ал сіздің ойыңызша біз дамыған 50 елдің қатарына қашан кіреміз?